Сәлем достар, әлемде ерекше адамдар және ерекше балалар өте көп. Қабыл алыңыз. Бүгін біз сіздермен әлемдегі ең ерекше балалар жайлы видеоның екінші бөлімін көретін боламыз. Видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлемдегі ең ұзын бала. Әлемдегі ең ұзын бала Карен Сингх Үндістанда тұрады. Ол туыла салып 63 см бойымен 7,8 кг салмағымен Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Карен 2 жасында болғанда оның бойы 130 см болған. Қазір оның жасы 8-де, ал бойы болса 1,98 см. Дәрігерлер Каренді тексеріп, бойынан ешқандай ауру таппаған. Ол өте жақсы бала, сыныптастарымен жақсы қарым-қатынаста. Бала өскенде баскетболист болуды армандайды екен. Кареннің бойының ұзындығы анасынан дарыған сияқты, себебі оның анасы Азиядағы ең ұзын әйел. Светлана Сингхтың бойы 2,20 см екен. Әлемдегі ең күшті бала. Румыниялық Джулиана Строе әлемдегі ең жас атлет әрі культурист. Ол 2004 жылы дүниеге келген. Әкесі оны 2 жасынан бастап жаттықтыра бастаған. Қазіргі таңда 13 жасар Джулиана әлемдегі ең күшті бала деген атты иеленіп отыр. Ол ең алғаш 2009 жылы аяғын аспанға көтеріп, бір қолымен серпіліп, Гиннестің рекордтар кітабына енген болатын. Бала басқалар секілді мультфильм көріп, ойын ойнағанды жақсы көреді. Кішкентай Брюс Ли. Русей Имаиды әлеуметтік желіде Брюс Лидің ізбасары, кішкентай Брюс Ли тағы басқа аттармен атайды. Русей Имаи Жапонияда дүниеге келген, жасы 5-те. Ол адам сенгісіз жаттығулар жасай алады. Мысалы, 2 саусақта серпілу және Брюс Лидің жақсы көретін нунчаки қаруын шебер түрде қолдану. Ол 3 жасынан бастап теледидардан өзінің еліктеушісі Брюс Лиға қарап, қолына нунчаки алып жаттыға бастаған. Жаттығулардан бөлек, Имаи басқа балалар сияқты ойыншық ойнағанды жақсы көреді. Шоколадты қыз. ақш-тың Лос-Анджелес қаласында тұратын 16 жасар Лола Чуил әлемдегі адамдарды өзінің ерекше терісінің түсімен таң қалдырған екен. Одан бөлек Лола өте әдемі қыз. Ол әлемге Instagram парақша ашып, сол жерге суреттерін сала бастағаннан бастап танылған. Бүгінде оның Instagram парақшасына 500 мыңнан астам адам тіркелген екен. Қазір Лола жарнамалық агенттікпен жұмыс жасап, көптеген киімдерді жарнамалайды екен. Боксшы қыз. Азиза Нурлейла есімді бұл қыз Біріккен Араб Әмірліктерінде тұрады және сол жерде дайындалады. Онымен 1 жыл бойы жұмыс жасаған бапкері қаршадай қыздың соққысының күшімен жылдамдығына таң қалған екен. Оның айтуынша, бұл көрсеткіш оның жасындағы барлық ұл балалардан жоғары болып табылады. 5 айға созылған жаттығудан кейін Азизаның бапкері оның жылдамдығы менің жылдамдығымнан асып кетті деген екен. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыздар. Және де егер қоңыраушан бассаңыздар, Q-Life арнасында жаңадан шыққан видеоны ең алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.